саламатсыздарма? Мен зерттеудің байқауына қатысушы Мехмет Ботан. Бұл менің анам, есімі Ұлбекен. Біз қызықты тәжірибе көрсетеміз. Ол тәжірибе Сәлеметсіздер ме? Біз сіздерге коланың сүйекке қалай әсер ететінін тәжірибе жүзінде көрсететін боламыз. Бізге қажетті заттарды Болатхан өзі айтып береді. Ал Болатхан бізге қажетті заттарды айта қойшы өзің. Екі кішкентай тауық, бір стакан таза су, бір стакан кола. Қараңыздар, біздегі екі сүйекті алып, бір сүйегін бір стакан таза суға салып қойдық, ал екінші сүйегімізді бір стакан колаға салып қойып, біз бұл екі сүйекті екі күнге қалдырдық, я Болатхан, я? Енді не болатынын бірге қарастырамыз, я Болатхан, я? Бірінші, бір стакан таза суға салып қойған сүйегімізді алып, кәні көрейікші, я Болатхан, я? Көрейікші, кәні ұстап көрші өзің. Қатты. Бұл сүйегімізді алып қарастыратын болсақ, қатты, я? Түсі өзгермеген, сол қалпында тұр. Ал енді екінші колаға салып қойған сүйегімізді алып қарастыратын болсақ, жұмсарғанды қарайды. бұл сүйегіміздің жұмсарған және де түсі қарайып кеткен, не Болатхан? Бұл нені білдіреді, Болатхан? Айта қойшы өзің. Коладағы шектерді әсер ететін қышқылдар. Егер біз кола от ішсек, шектеріміз әлсіз болады. Сосын біз таза сусындар ішейік.